атында 27 үйі бар 38 жасар келіншектің баюының ең басты құпиясын сіздермен бірге бөлісейін. Сіздер де тыңдап алыңыздар, өйткені бұл өте оңай. Ол кісі былай дейді: көпшілік үйдің бағасы өскен кезде ғана одан пайда табуға болады деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде олай емес дейді. Оның ең басты құпиясы барынша ұзақ мерзімге қарыз алу. Уақыт өткен сайын инфляция қарызды жей береді. Яғни бүгін алған қарызыңыз бірнеше жылдардан кейін бағасы уже бүгінгідей болмайды. Мысалы 1 миллион теңгені алайықшы, осыдан 10 жыл алдын 1 миллионның құны қандай еді және қазір қандай? Шамамен сезіп жатсыздар, бұл бай адамдардың қолданатын қаржылық қағидаларының бірі. Егер ипотекаға алған пәтеріңізді жалға беретін болсаңыз, ай сайынғы төлеміңіздің бір бөлігін немесе толықтай жалға алушы төлейді. Ал экономикада бұл жағдайды өзін-өзі өтейтін қарыз деп айтады. Сондықтан жылжымайтын мүлік тек мықты актив емес, ол ұзақ мерзімге капитал қалыптастыратын ең мықты қаржылық құрал. Егер сіздің қолыңызда 5-6 миллион теңге болатын болса, сіз беймарал бір пәтердің иесі атана аласыз. Ол үшін төмендегі номерге жеке талдауға жазылуыңыз керек болады. Бар болыңыздар, бай болыңыздар, бақытты болыңыздар. Көріскенше.